Балды судан Саудия еліне қажылық сапар. Биылғы жылы Рамазан айы ыстық күндерге тура келетіні белгілі. Кейбіреулер күн ыстықта ораза тұтуға жарамаймын деген сылтауды жиі айтады. Осыған орай мен өзімнің пікірімді редакция арқылы білдіргім келіп қолыма қалам алдым. Өзім оңтүстік Қазақстан облысының Созақ ауданындағы Балдысу ауылында имаммын. Біздің өңірімізде ауа райы өте қолайлы. Өткен жылы Мекке, Мәдине қалаларына барып қажылық парызымды өтеп қайтқан болатынмын. Бір ай көлемінде алыс жолға сапар шегіп көрген білгенімді, алған жақсы әсерлерімді баян етемін. Ол жақта жыл бойы ыстық болады. Соған қарамай халықтары 5 уақыт намазын оқып, оразасын тұтып, жұмыстарын істеп жүргенін көрдім. Сондықтан мұндай сылтауларды жинастырып, Алла алдындағы парызымызға адал болуға шақырар едім. Құдайға шүкір, еліміз егемендік алғалы қасиетті Мекке, Мәдина шаһарларына қажылық парыздарын өтеп жатқан қажылар саны жылдан жылға жыл санап өсіп келеді. Әрине, қажылар санының көбеюі ислам дінінің қанатын кең жайып өркендеуінің айғағы. Ислам діні негізгі 5 діңгектің үстінде құрылған болса, бірінші иман келтіру, екінші күніне 5 уақыт намаз оқу, үшінші Рамазан айында ораза ұстау, төртінші зекет беру, бесінші қажылық өтеу парызы. Осы 5-ші парыз қажылықты өтеу менің көптен бергі арман ниетім болатын. Аллаға шүкір. Өткен 2009 жыл мен үшін есте қалатын айрықша жыл болды. Себебі 26 қазан күні Яссауи қажылық компаниясының президенті Таңатар қажы Қарабаев Ерубайұлымен танысып, қажылық жайлы пікір алысқан едім. Сол кездесуімізде болашақ қажыларға арналған қажылық атты кітапша берді. Қазақ елінің көк байрағы түстес Қазақстан деген латынша жазуы бар кеудеше кигізіп, Яссауи қажылары деген жазуы бар иыққасатын сөмкені қолым ұстатты. Үлкен қажылыққа барып қайтуға Яссауи қажылық компаниясын таңдаған себебім, компания қажылық сапар алдында көптеген мәліметтер беріп, барлық орындалатын амалдарды түсіндіріп, үлкен және кіші қажылық кезінде қандай нәрселерді істеуге болмайды, қандай нәрселерді істеуге рұқсат, құрбандық шалу мәселесі, қай жерде қандай дұғалар оқылады, қажылыққа тиісті амалдар жайлы толық курстан өткізіп мағлұматтар берді. Өзім басы қастарыңда болам, қажылық сапарыңыз сәтті болып, ниетіңіз қабыл болсын деп, жылы жүзбен ақ тілегін білдірді. Осы аталған тілек қабыл болып, 2009 жылы үлкен қажылыққа Яссауи қажылық компаниясымен барып қайтуымды Алла нәсіп етті. Қажылыққа шамасы келетін, мүмкіндігі бар мұсылмандар үшін өмірде бір рет атқаратын парыз. Өйткені Алла Құран кәрімнің Әл-Имран сүресінің 96 аятында шамасы келген кісілер Алла үшін Кағбаны зиярат етіп, қаж ету керек деген. Балдысудан алыс Саудия еліне 10 қараша 2009 жылы Шымкент қаласына баруға такси жүргізушісі Сұлтан азанғы 7-де келді. Сол кезде ұзақ жол, айшылық алыс қажылық сапарға жолға баратыным әсер етіп, ұйықтап жатқан немерелерім Бекзат пен Ақниеттің беттерінен сүйіп, үйдегі басқаларға қарауға шыдай алмай сыртқа шықтым. Машинаның қасында Марат пен Қанаттың беттерінен сүйіп, машинаға отырып қалдым. Сұлтанға білдірмей ішімнен қатты босап, ауылдан шыға берістегі Балдысу деп жазылған босағаға келіп қалыппыз. Артыма қош туған жер, қош Балдысу алтын босағам, қош Қаратау дегірезім деп зорға айтып, Беларыққа келгенше басымды көтер алмадым. Сұлтан тоқа сабыр етіңіз, сіз ауылдан алғашқы шыққан қажы боласыз. Бұрын бабамыз бармаған, баспаған жерге Меккеге сапарға шықтыңыз. Ақ жол болсын, сау оралыңыз дегенде ғана өз-өзіме келе бастадым. Батырлықта, беріктікте жас кезде болады екен. Жастың ұлғайып 74 жастың әсеріме неше түрлі ойлар келіп қатты толқыдым. Сол күні кешке қызым Перизат екеуміз пойызға отырып Шымкенттен Алматыға жүріп кеттік. Алматыда інім Бекеніп, Рауп, немерем Азамат, балам Олжас,
2009 жыл 11 ай 12-сі таңға 4:50-де Boeing 757 ұшағымен Алматыдан ұшуға шығарып салды. Түркия Стамбул қаласына 5 сағат 40 минутта ұшып келдік. Өте үлкен самолет, шамасы 450-500 адам отырдық. Жолда 2 рет ас берді. Алдымызда телеэкран адамды жалықтырмайды. Қандай биіктікте, оның жылдамдығы, сырттағы ауа райы жерден өтіп барады. Кинода беріп отырады. Стамбулда 8 сағат болдық. Жида қаласына 3,5 сағат ұшатынымызды хабарлады. Декларация, кеден, оқыпты тексерді. Барлық жерде санау, түгелдеу, көрсетілген орындарымызға келіп отырдық. Әрбір орында бір аптечкадан сумка тұр. Ол біз қажылар үшін екен. Онда тұмауға дәрі-дәрмек, ауызды жауып жүретін арнайы заттар. Белге тағатын белдік, ақша, құжат салатын қалталары бар. Ұшақта келе жатқанда ешқандай қимыл сезілмейді. Стакандағы шай төгілмейді. Тек мотордың дауысы ғана естіледі. Арабияның Жиде қаласына 5 сағаттан аса ұшып келдік. Ығы-жығы адам. Алыстан бір адам шырамытқандай болдым. Қабаттасып жақындап келсем өзіміздің Тұрысбеков Сексенбай екен. Екеуміз құшақтасып жатырмыз. Жат жерде өз еліңнің бірге жүрген дос-жараныңмен кездесу қандай екенін айтып жеткізу оңай болмас. Екеуміз әңгімелесіп мәре-сәре болып қалдық. Олардың компаниясы бөлек. Сол кездесуден қайтарда 3 желтоқсан күні бірақ жолықтық. Екеуміз де азғанбыз. Бірақ елге қажы болып оралып келеміз. Қуанышымызда шек жоқ. Бір-бірімізге алғашқы жолыққанда қажылық ниетін қабыл болсын деп едік. Енді қажы болғаның құтты болсын деп жатырмыз. Жида қаласынан 437 шақырым Мадина қаласына автобуспен жүріп кеттік. Тағы да тексеру, кеден, түгелдеу. Таң намазын жолда оқып, жұма намазын Мәдинада оқуға үлгердік. 2009 жылдың 13 қарашасында Сауд Арабиясының бар мейірін төгіп, нұрын шашып тұрған қасиетті жеріне табанымыз тиген кездегі ішкі сезімімізді тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Бізді басқарып келе жатқан жетекшіміз Марқабай қажы Аханбайұлы жоғары білімді арабис азамат. Ол ислам дінінің келешегі зор, артықшылығы мен маңызын пайғамбарымыздың хадистерін кеңінен түсіндіріп, уағыз айтып, қызмет етіп келеді. Алланың сүйікті елшісі Мұхаммед пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Мәдина қаласындағы Құба мешітте, 2 құбылалы мешітте жұма намазын оқыдық. Адамзат баласы, оның ішінде мұсылмандарға берер ғибраты мен тәрбиелік мәні зор. Қасиетті Мәдина қаласы пайғамбарымыздың қабіріне зиярат етіп, мешітінде намаз оқу сәтінде Раудатул Жаннах пайғамбардың қабірі мен мінберінің арасындағы жерде бірнеше рет намаз оқып, дұға жасау мүмкіндігін Аллах тағала маған нәсіп етті. Пешенеме жазылған мұндай бақытты сәттер құдіреті күшті Алла тағаланың нәсіп етуімен болатын жайттер деп сезіндім. Сөйтіп телефонымыздың нөмірін ауыстырып, ауылмен күнделікті сөйлесіп тұрдық. Мәдина шаһары тазалық жағынан ерекше екендігі сондай. Мешіттің іші сырты әдемі ақ мрамормен төселген, әшекей өрнектермен безендірілген. Сонша қажылыққа барған адамдардың көптігі мешіттің ішіне сыймай, сыртта да кілем төселген. Сонда намаз оқыдық. Кейде ол да жетпей ашық жерде оқуға тура келеді. Сағат сайын сабынды сумен еденін жуып тазалап тұрғаннан болу керек. Аяғыма ақ нәски киіп жүргенде бір аптада кір шалмады. Мешіттің сыртқы алаңы үлкен қолшатыр сияқты етіп жасалған. Азанда күн шыға қанатын жайып кереді. Сонда бір-бірімен қабаттасып үлкен алаң көлеңкемен жабылады. Өте шеберлікпен жасалған. Күн қайтқан соң барлығы да жиналып, қанатын жинаған алып қырандай болады да, оның орнында аспанға тіреп қойған тіреудей сәнімен тұрғанын көреміз. Ол аздық еткен болу керек, жанынан қосып үлкейтіп істеп жатыр. Біз қазақстандықтар киіміміз ерекше белгілі болған соң ба, 4-5 шетелдік жігіттер арқамды біреуі сипап, Казахстан деп тұрды. Мен қазақпын, Қазақстан деп едім, жігіттер Назарбаев деп күліп қоштасты.
Мен оларға риза болып, президентіміздің абырой асқақтап, өзімнің мұсылман, оның ішінде қазақ болғаныма қуанышты болдым. Біздер жақсы мейманханаға төртеуіміз түркістандық Әкімжан қария, алматылық Дүйсен ақсақал және Бағлан жаттық. Бөлме жарық, жайлы, душ, салқындатқыш барлық істеп тұр. Биыл қажылыққа 8 миллион адам келіпті. Олар қандай ұлт, ақ па, қара ма бөлінбей, бір адамдай ислам дінінде бастары тоғысып, бір имамның басқаруымен жаратушы бір Аллахқа мінәжат етіп тұруы таң қаларлық іс. Бірде пайғамбарымыздың қабірін жағалап тәу өтіп келе жатқанда, адамның көптігі сонша тығыз болып қысылып демалуға мүмкін болмай реңім қашып кеткенін, қасымдағы серігім семейлік жігіт Бағлан, аға, кеудеңізді шынтағыңызбен кере ұстап, аша беріңіз деп, өзі қарулы жігіт қой, ары бері итеріп, қатты әрекет жасап мені босатып алды. Есікке жақындап қалған екенбіз, таза ауаға шығып, бір қатерден қалдым. Азамат Бағлан осындай ерлік жасап қайратын көрсетті. Жасы 1000 болғыр азамат дегеннен басқа не айтайын Бағланға. Мәдинеде 5 уақыт намазымызды пайғамбарымыздың мешітінде жамағатпен оқып жүрдік. Мешіттің маңайындағы Жәннәтүл Бахиқ деп аталатын қабірстанды зиярат ету мұстахиб амалдары саналады. Ол жерде көптеген сахабалар, халифа Осман радиаллаху анху, пайғамбарымыздың әйелдері, бала-шағалары жерленген. Бұнымен қоса Ухуд шахидтері жатқан жерлерге аралап зиярат еттік. Мәдина базарын аралап жүргенде бір қазақ жігіт келіп амандасты. Таныстық, ұруы Қоңыратпын деді. Мен де Қоңыратпын деп әңгімелестік. Қазақтың тілін ұмыта бастаған, елге қайтасың ба десек, ойымызда бар, келешекте көреміз дейді. Өзі 4-5 тіл біледі. Балаларымыз тілді ұмытып барады, қазақ мектебі жоқ екенін айтты. Бізді үйіне шай ішіңіздер деп шақырды. Оған уақытымыз болмады. Ахмет бауырымызды қимай қоштастық. Қайран, тарыдай шашылған қазағым-ай. Мекке қаласына 17-ші күні жүретін болып, дәрет алып шомылып, Алла разылығы үшін қажылықты өтеу киімі, ихрам, изар және риддах деп аталатын 2 бөлек ақ матақ осы жердегі оранған сәттегі ішкі толғаныста болашақ қажылардың түр әлпетінен байқау қиын емес еді. Біздерді автобус ішінде айтылған тәлбия дұғасы ерекше тебірентті. Меккеге түнгі сағат 2-де келдік. Жақсы қонақ үйге орналастық. Таң намазын оқып болған соң Әл-Харам мешітіне қашықтығы 3 шақырым жерге жаяу жеттік. Умра жасау үшін жетекшіміз Марқабай қажы Әл-Харам мешіті көрінгенше тәлбия айтуымызды және мешітке кіргеннен кейін қасиетті Қағбаны көрген сәтте айтылған дұға тілектер қабыл болатынын ескертті. Алла тағала маған нәсіп еткен Қағбаны айналғанда оған жақындаудың өзі қиын болды. Адамның тығыздығынан үстімдегі ихрам, бойымнан аққан терден мал-мандай су болды. Жан-жағымнан қысқан адамдардың толқынынан Қағбаға жақындау мүмкін болмады. Мен секілді жасы келген қажылар 6-7 адамдай ғана жақындап, қолымызды көтеріп тәу етіп өтеміз. Қасымда түркістандық Әкімжан қария 80-ге жақындап қалған. Екеуміз 5-ші айналымға енді өтіп шаршап, шөлдеп мазамыз болмай, күн ыстық, басымыз жалаңбас, күн өтіп, абыржып келе жатсақ, бір иман жүзді 45-50 жас шамасындағы түрік азаматы 2 қолында 2 стакан зәм-зәм суы бар қажы аталар деп суын берді. Біз алғысымызды айтып суын ішіп, шөл басып, рақаттанып қалдық. Сол азаматтың бізге ықыласы түсіп болмаса, сауап үшін бе қағаз стаканмен су бергеніне тәнті болдық. Қағбаны 7 айналып, умра қажылықты аяқтап, 2 бас намаз оқып, «Я Алла, бізге нәсіп еткенің рас па» деп басымыз сәждеде де бойымызды ерекше қуаныш, үміт билеп, көз жасымызды тия алмадық. Мен ба дейін десем, қатарымдағы тұрған әр түрлі ұлт өкілдерінің солқылдап жылап, бір Алла деп еткен құлшылығын көріп, ислам дінінің кереметі екенін, келешегінің зор болатынына көзім жетті. Бұдан соң Сапа мен Мәруаның ортасында 7 рет сағи жасауға жәрдем ет деп өтіндім.
Екеуміз барып Сағиді орындап, ұзақ жүріске зорға шыдап, дем алып, Алла қуат беріп, Сейд Ахметтің жәрдемімен өтедім. Сонымен умра қажылықты аяқтап, бір күнде 20 шақырымдай жер жүріп, ертеңін аяғым ауырып жүргізбей қалды. Рахмет, арамызда қайырымды азаматтар бола бергей. Өзіміз 25 адам бірге болдық. Жастарымыз үлкендерді сыйлап, бәрі де қажылық парызын өтеп қайтты. Күнделікті 5 уақыт намазымызды оқып, бос кезімізде қаланы аралап, уақыттың тез өткенін көпшілікпен бірге жүріп білмей де қаламыз. Арабтар теңгені әриал дейді екен. $100 373 әриал болады. Бір әриал біздің 40 теңгеге тең. Заттар бізге қарағанда арзан. Көшенің екі жағы дүкендер мен жайма базар. Өтімді заттар көз тартады. Дүкендердің түскі үзіліс кезінде намазға кетсе жаппайды, жіп тартып қояды. Мен бірде әдемі қол таразы сатып алдым. 5 әриалға. Әлгінің заттарды тартып жүргенде тілі сынып түсіп қалды. 3 күннен кейін алған дүкенге апарып, сатушы араб жігітке қолмен нұсқап көрсеттім. Ол бір сөзге келмей, сөреде тұрған басқасын әперді. Алғыс айтып арқасынан қақтым. Міне осындай мәрттікті көрдім. Қарашаның 25-ші күні Мина қаласына автобуспен барып шатырға орналастық. Сол күні қатты жаңбыр жауып тұрды. Ол жақта жаңбыр жаумайды екен. Арабтар қуанып тойлап жатты. Тасқын болып бір жерде көпір құлап, адам шығыны болғанын телехабар жариялапты. Ертеңін азанда ерте Шолақ қорғаннан балам Талғат соткамен сөйлесті. Менің даусымды естіп, көке, аман есенсіз бе? Осындай жағдай естіп уайымдадық деді. Менің амандығымды біліп қуанып қалды. Телефон өте жақсы болды. Күнбе-күн сөйлесіп тұрдық. Жаңбыр жауып тұрғанда сыртқа шығып тұрсам, 5 байып қанат қасымнан өтіп барады. Ұстап алдым. Ол байқамаған екен, сасып қалды. Екеуміз әңгімелесіп мәре-сәре болдық. Ауылдан кімді көрдің деп едім. Төлендиев Сағынның әйеліне жолықтым. Тағы 2 адам келді деп естідім. Оларға жолыға алмадым деді. Әрине, ол жерде бетпе-бет жолықпасаң, бәрі ақ киімді, сыртынан тану қиын. Бүгін қарашаның 26-шы күні Арапат тауына келіп, шатырларға жайғастық. Аллаға мінәжат етіп кешке дейін болуымыз керек. Осынша миллиондаған адамдарды әуеде төбемізді айналып, бірінен соң бірі тікұшақтар ұшып жүр. Бұл жағдай Мәдинада да жүргенде де тікұшақтар ұшып жүрген. Негізі қауіпсіздікті сақтау шаралары болу керек. Бүгін 5 намазы мен намаздыгер намазы парызын қосып оқыдық. Кешке ақшам мен құптан намазы парызын қосып оқимыз. Дембіл дұға оқып, еліміздің амандығы, егемендігіміздің ғұмырлы болуына, отбасы балашаға, туған туыстардың амандығы, ата-баба, әке-шеше, құда жекжаттарға дұға бағыштап, оның қабыл болуын Алладан тіледік. Маған тапсырған жастардың аманат тілектерін жаратушы бір Алла қабыл ете көр деп жалбарындым. Сол күні кешке Мұздалифа тауына келіп түнедік. Бұл жерде пайғамбарымыз түнеп өткен жер болатын. Жатуға ине шаншар жер жоқ. Әкімжан қария екеуміз бір қалтарысқа зорға сиіп, түнелден де өтіп келеміз. Күн ыстық, тынысымыз тарылып шаршап келе жатқанымда бастығым таң атарға ата шаршап қалыпсыз ғой деп мойнымдағы сөмкемді алып біраз дем алдырды. Содан шайтанға алғашқы 7 тасты атып, Минадан Меккеге жаяу кеттік. Шаршағанымызды ұмытып, шаш алдырып, үстіміздегі ихрамды шешіп, жеңіл киініп, қажылықтың 2 амалын орындап қуанып жатырмыз. Ертең Қағбаға үлкен қажылықтың соңғы амалы 7 айналып, 7 рет сағи жасау парызымыз бар. Бүгін 27 қараша құрбан айт. Қағбаға тауап етуге жұрт келіп жатыр. Қағбаға 8 миллион адам сыйыспай, полицейлер аздап жіберіп жатты. Күндіз бару өте қиын. Әкімжан қария екеуміз түнгі сағат 2-де шықтық. 3 шақырымдай Әл-Харам мешітіне көпшілікпен бірге бардық. Түн салқын болғанымен адам көп екен. Біз де шет жағын ала 7 рет айналып, тауап етіп, 2 бас намаз оқып, сағиды да өтеп, соңғы 3-ші ең ауыр амалымызды да орындап, әбекең екеуміз қуана таң намазын оқып үйге келдік.
Бүгін барлық адамдар өте көңілді. Қажылықтың 3 айлық шамалдарын орындап, енді Аллах нәсіп етсе қажы болдық деген қуаныш бойымызды билеп алды. Айтайын дегенім, қажылық парызды өтеу барысында елден алыс жерде күннің ыстығы мен адамның тығыздығынан жүру оңай емес. Дегенмен байда, кедейде, жарлы жақпайда бірдей киініп, бір мезгілде сәждеге бас қойғанда мен Алланың алдында бәріміздің тең дәрежеде болатынымызды ұқтым. Ақырет күні күн ыстық болғандықтан ораза тұтпадым деп қалай айтамыз? Себебі біздің елімізден 2 есе ыстық, қысы жазы осындай ауа райы сақталатын араб елдерінде де Алланың құлдары мұсылмандық парызын өтеп жатыр. Ақыретіміздің жеңіл болуына бүгіннен амал жасайық. Арабия жерінде өсімдік аз өседі, топырағы қызғыш, құнарсыз болу керек. Талдар өсіп тұр, оны трубалар арқылы суарады. Құрмағашы көп, пісетін уақыты өтіп кеткен, жоғарыда түспей қатып қалған құрма көрініп тұр. Көбінесе таулы жер болған соң болар, жолға көлденең келген тауды түнелетіп жіберген. Ол елдің байлығы күшті болу керек, өйткені тауды тегістеп құрылыс үй салып жатыр. Аспанмен таласқан көп қабатты үйлер, көше бойы мешіттер, олармен саудаласу қиын болмады. Қолымызды көрсетіп саусақпен есептесеміз. Қажылық, яғни Меккеге бару әр мұсылманның арманы. Одан көңілің толып, сәбидей болып, бойың жеңілдеп, жаның жадырап, Әл-Харамда оқыған 5 мезгіл намазың біреуі 100 000 намаздың сауабына тең. Басыңнан өткен олқылықты ой елегінен өткізіп, толғанып, Аллаға жалбарынып, Қағбаны 7 рет айналу, әр тілегің қабыл болғандай 1000 ләззатқа бөленесің. Ислам діні тірлігіміздің тірегіндей құрмет тұтып табынған сонша халықтың бірі болып, 20 күндей ұлылығына басып, Ислам жұртының амандығын тіледім. Бары жоғыңызды зерделейтін қасиетті Құран түскен жерде көппен бірге жылап тұрдым. Қағбаны 7 айналу, ойлап тұрсаң тауап ету, тіл жеткенше мадақ айту, Алладан не сұрап, не таңдадың, шын керемет деп ойлаймын. Қалған ғұмыр, о дүниелік бар олжа. Сол Қағбадан айналудан алғаның жүрегіңде иманы бар, әр мүмін дұға оқып, мінәжат етсең қабыл болмақ. 2 миллиондай адам сиятын Әл-Харам мешітінде еркек пен әйелдер намазды бір оқиды. Аллах үшін 21 рет айналып, қасиетіне емірене байланып, қажылықтың амалдарын атқарып, 74 жасымда қажылық парызымды атқару үшін алдымда асу бермес асқар тау тұрғанда еді. Аллаға шүкір, арманым орындалды. Қажылықтың алғашқы күні қасиетті жұмамен тұспа-тұс келді. Бұл әкбар қажы, яғни ұлы қажылық деген сөз. Меккедегі Әл-Харам мешіті бүкіл ислам жұртының мақсаты. Адам рухы дінге шын бұрылғандығы сонша, жер жаһаннан ағылған мұсылман мүміндарға Тәңірдің берген сыйы ғой бұл. Қарашаның 30 күні Әл-Харам мешітіне қасиетті Қағбаны соңғы рет 7 айналып, 2 бас намаз оқып, қоштасу рәсімін жасадық. Имамның дұғалары үйіп тұрған көпті егілтіп толқытады. Аллахтың рахымына мұсылмандардың бір мешітте сүйсініп, Қағба алдындағы оқыған намазыма бар байлығымды аямаймын. Ислам дінінің құлашын кең жайғанына риза болып, жан Алла, жарылқай көр жәннатыңмен, ислам жұртын қарасат майданында деп тіледім. Осы қажылықта қалған әдемі әсерлерімді сіздермен бөлісе отырып, болашақта мемлекетімізді ислам дінінің өркендеуіне және күллі мұсылман жұртына дініміздің 5-ші шарты үлкен қажылық Алла тағала нәсіп етсін деп тілеймін. Осы уақытқа дейін Қазақстан қажыларына омырауға тағатын ерекше белгі болмапты. Омырауға тағатын әсем көрнекті белгі жасалуын жоғарғы орындардан сұрауды еске саламын. Тоқтарбай қажы Молдабекұлы.